Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге өте дәмді фунчуза салатының рецептісін ұсынамын. Қызып тұрған майымызға етімізді, соломка етіп туралған етімізді салып, жақсылап араластырып, дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, баяу отта бетін жауып 15-20 минут пісіріп аламыз, етіміз дайын болғанға дейін. Етіміз баяу отта піскенге дейін енді біздер болгар бұрышымызды алып, осындай соломка етіп ұсақтап тураймыз. Содан кейін барып қызыл пияз алдым. Сол пиязымызды алып, жақсылап жіңішке етіп әдемілеп турап аламыз. Осындай чимчим фунчузасын қолдандым, және осыны қазір қайнап тұрған ыстық суға қойып қоямыз, және бетін жауып, бір 10 минутқа қойып қойсаңыздар, пісіп қалады. Етім дайын болды. Енді осы пиязымыз бен болгар бұрышымызды салып, баяу отта жақсылап бір қыздырып аламыз. Қатты пісіріп алмаңыздар, қатты пісірудің қажеті жоқ. Қараңыздар, осындай бір жақсы етіп азап жұмсартсаңыздар болады. Және де соевый соусымызды құйып, араластырып, мен көз мөлшерде құйдым, және бір қыздырып аласыздар. Қатты пісірудің қажеті жоқ. Және бізге қияр қажет болады. Соломка етіп турап алып, жіңішке етіп турайсыздар. Қыздар, қараңыздар, енді фунчузымыз дайын болды, ыстық суға пісті. Енді осыны салқын суға салып аламыз міндетті түрде, жабыспау үшін. Енді жаңағы қуырылған салмамызды саламыз, және мен бұл салатқа корейский салатты қолдандым. Бұл салат салған өте дәмді болып шығады. Немесе корейский салат салмасаңыздар, сәбізді теркадан өткізіп салуға болады. Және сәбіз қиярымызды саламыз, және барлығын жақсылап араластырамыз да. Мен чимчим деген осындай приправаны қолдандым. Бұндай приправаны қолданбасаңыздар да болады, бірақ өте дәмді болып шығады. Сарымсақ қосасыздар. Мен приправамен корейский салаттың ішінде сарымсақ болғандықтан мен сарымсақ салған жоқпын. Және тұз салып, дәміне қарай тұз салып, барлығын жақсылап араластырасыздар. Қыздар, қараңыздар, салаттарымыз дайын болды. Міндетті түрде ер азаматтарыңызға, үй іштеріңізге осы салатты дайындап беріңіздер. Бұйырса алда ораза айында ауызашарға дайындасаңыздар да болады. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және еттің орнына тауық етімен де дайындауға болады. Менің каналыма тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Және алда жақсы рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет баршаңызға.